Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 46-шы сабақ. Сұраулы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз. 37-ші жаттығу мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы дейді. Дастан сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен мені шақырған кім деп айғайлады. Оған күн күлімдеді, оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп жемісін ұсынды. Мәтін не туралы, оның негізгі ойы неде дейді. Ол мәтін бізде дастан және табиғат туралы екен, иә? Негізгі ой адам мен табиғат арасындағы байланыс екен. Себебі дастан далаға шыққанда күн күлімдеп, құстар әндетіп сайрады дейді, иә? Қызыл шие сабағын иіп жемісін ұсынды дейді. Енді осы мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Оның қандай сөйлем екенін айт дейді. Қарамен жазылған сөйлем бізде мені шақырған кім? Яғни бұл сұраулы сөйлем, иә? Мені шақырған кім деп сұрақ қойып тұр екен сұрап. Келесі 38-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Ақ телпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып сурет салуға кірісті. Кенет осындай кемпірқосақ бола ма екен деген біреудің дауысы естілді. Ақ телпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба балақай, бұл менмін, күн сәулесімін, сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай, сен ақсың, ол болса түрлі түсті. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін, ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Негеш кітабынан алынған мәтін екен, иә? Енді мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аудар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз дейді. Біз хабарлы сөйлемді оқығанда дауыс ырғағы жай шығады, иә? Соңғы сөзде дауыс ырғағы бәсеңдейді, ал сұраулы сөйлемде дауыс ырғағы көтеріңкі болып шығып, соңғы сөйлемде дауысымыз көтеріледі, иә? Мысалға, осындай кемпірқосақ бола ма екен деп сұраймыз, мысалы. Енді осыдан сұраулы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Мынадай көкпен жазған осындай кемпірқосақ бола ма екен? Амансың ба балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Мінекей осы сөйлемдердің барлығы сұраулы сөйлем екен, иә? Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі тұр. Енді осы сұраулы сөйлемге қатысты мынадай ереже бар, соны түсініп есте сақтап алайық. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Мінекей, осындай сұрақ қою арқылы жасалған сөйлем жауап алу мақсатында сұраулы сөйлем екен, соңында сұрау белгісі қойылады екен. 39-ші жаттығу төмендегі сұрақтар бойынша порталасымен диалог құрастыр дейді. Нешінші сыныпта оқисың? Сабақтарың сағат нешеде басталады? Сабақтан кейін не істейсің? Мысалға былай құрауға болады. Сәлем Айша. Сәлем Аружан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Сен нешінші сыныпта оқисың? 2-ші сыныпта. Сабақтарың нешеде басталады? Сағат 2-де. Сабақтан келгенде. Сабақтан кейін не істейсің? Сабақтан келгенде қараңғы болып кетеді. Тамақтанып алған соң сабақтарымды қайталап, сосын демаламын. Мінекей осылай немесе өздерің қалай құрастырғыларың келеді. Сол бойынша осы сұрақтарды пайдалана отырып, жандарыңдағы порталастарыңмен осындай диалог құрастырып көрсеңдер болады, иә? Келесі 40-шы жаттығу хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз дейді. Толқын кітапханадан кітап алды. Ол көп оқиды, әжесіне ертегі оқып береді деген осындай хабарлы сөйлем, осыны сұраулы сөйлем қылдырамыз. Толқын кітапханадан кітап алды ма? Ол көп оқи ма? Мінекей осылай сұраулы сөйлемге айналады екен, иә? Әжесіне не оқып береді? Ертегі оқып береді, иә? Немесе толқын кітапханадан не алды десек болады? Кітап алды. Ол көп оқиды дегенге, ол көп оқи ма деп осындай сұраулы сөйлемге айналдырып алады екенбіз хабарлы сөйлемдерді. 41-ші жаттығу суреттер бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар.
Мысалға, мында бірінші суретте Айша мен Айзере неге көңілсіз? Партада отырған екі қыздың суретіне қарап осындай сұрақ қоюға болады, иә? Арман қандай сабақты орындап отыр? Санжардың қолында қандай доп? Футбол добы екен, иә, Санжардың қолында. Маржан домбыра үйірмесіне қатысатын сияқты, иә? Осылай сұрау белгісін қоямыз сөйлемнің соңында, иә, сұраулы сөйлемде. Мансұр мен Жанар мектепке сағат нешеде барады? Яғни екі оқушыны көріп тұрмыз, иә? Арқаларына сөмкелерін асып алған және домбыра ұстаған қыздың суретін көріп тұрмыз. Осы суреттерге қарай осындай немесе тағы басқа сұрақтар қоя отырып сұраулы сөйлем құрауға болады екен. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.